Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын ұлу пирогын дайындайтын боламыз. Ұлу пирогымызды дайындауға ұн, жылы сүт, қант, бір жұмыртқа, ерітілген сары май, ашытқы және тұз қажет болады. Ең алдымен табағымызға жылы сүтімізді, ашытқымызды, қантымызды және ерітілген сары майымызды құйып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, көтерілгенін күтіп, жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды 3 бөлікке бірдей етіп бөліп шығамыз. Енді формамызды дайындап аламыз. Бізге дәл осындай асты алынатын пирогымызға үлкендеу форма қажет болады. Ең алдымен осы формамызға кішкене сұйық май құйып, пирогымыз жабысып қалмау үшін аздап майлап алатын боламыз. Жалпы осындай форма кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Мүлдем жоқ болған жағдайда өзіңіздің қалаған формаңызды қолдансаңыз болады. Енді қамырымызды бір-бірден алып, оқтаудың көмегімен дәл осы видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Жайған қамырымыздың шетін дәл осы видеодағыдай кесіп шығамыз. Енді пирогымыздың салмасына дәл осындай джем қолданатын боламыз. Кез келген үйіңізде бар джемді қолдана берсеңіз болады. Джемнің үстіне ұнтатылған грек жаңғағын қолдансаңыз болады. Ол кезде пирогымыз ерекше дәмді болып шығады. Енді дәл осы видеодағыдай джемімізді толықтай қамырмен жауып шығамыз. Және дәл осылай орап формамызға жайғастырамыз. Қалған қамырларымызды да дәл солай орап формамызға саламыз. Міне пирогымыз дайын. Жетпеген жерлерін бір-біріне жабыстырып, көтерілгенін күтіп, тағы да бетін жауып алып қоямыз. Пирогымыз әдемі болып көтерілді. Енді бетін майлайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның сарысы мен кішкене мөлшерде сүт қажет болады. Тек жұмыртқаның сарысымен майласаңыздар да болады. Пирогымызды дәл осылай өзінен үлкендеу формамызға салғаны дұрыс, өйткені қазір піскен кезде тағы да үлпейіп көтерілетін болады. Енді үстіне күнжіт сеуіп шығамыз. Көп мөлшерде сепсеңіздер, пирогтарыңыз өте дәмді болып, ерекше дәм беріп тұрады. Пирогымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 150-180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне біздің ұлу пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді, келбеті де тәбет ашардай болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Толық рецепті осы видеоның астындағы описаниеден көре аласыздар. Пирогымыздың ішкі көрінісі осындай, өте жұмсақ болып шығады. Достар, видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.